алдыңғы бөлім. Бәрін. Так, енді мен маған темный ағаш керек. Вот, например, дай. Стоп, погодите, достар. Келдіңіздер, тіркелмегендер. Что же, ал мен, достар, барам. Так, мен қолға қыл шылым. Все, погнали. Достар, мен вообще түкте көрмеймін. Мен қайдамын вообще? Ё-моё, мен қайда мен, достар, не хочу мында находиться, достар. Что мне делать? Не, пошли вон. Фух, все. Мен вроде өлтірген сияқтым поборниктарды. Да блин, что за место мынау? Қорқынышты. В общем-то. Сәлем, достар. Менің атым Диас, как всегда. И бүгін, достар, мен сендерге бір нәрсе айтқым кеп тұр. Сіздер, достар, помните алдыңғы бөлімді? Мен, достар, алдыңғы бөлімде мен жер астыдағы қорқынышты подвал тауып алғанмын. Подвал. И мен, достар, алдыңғы бөлімде видеоның ең соңында поборниктер өлтіре жаздады ғой. Хорошо, что мен тірі қалдым. Окей. И бүгін, достар, біз, жалғастырамыз. На подвалда не бар екен? Может быть, мында тағы да бір нәрсе бар. Так, мен, достар, алдыңғы бөлімде мен, достар, ана студия, достар, есіктер болған, есіктер куча. И ана железный есіктің артында, достар, мен ресурсы жатыр екен, алмаз, изумруд. И, кстати, менде алмаз бар, мен верстактың көмегімен өзіме алмазный броня скрафтить етейін өзіме. Мен алмазды ана сандықтан өзіме алып алғанмын. Все, мен өзіме жасаған сияқтымын броня. Окей, оны киіп алайық. Все, достар, мен броняны киіп алдым. Так, все, достар, мен өзіме алмазный броня киіп алдым. Енді мені ешкім өлтіре алмайды. И, кстати, мен өзіме также кирка жасап алайын. Вдруг маған пригодится кирка. Бір нәрсені копать етуге, бір нәрсені. Окей, давайте көрейік, мұнда не бар екен. Мұнда, вот, например, может быть, достар, мұнда какой-нибудь тағы да бір секретный проход бар или басқа нәрсе. Но мен, достар, мына жерден бастайын. Бір нәрсе іздеуді. Не понял. Достар, сендер мынаны тоже көріп тұрсыздар ма? Что за фигня, достар? Қараңыздар. Алдыңғы бөлімде, достар, мынандай проход жоқ болды ғой вообще. Ал қазір пайда болды. Каким образом? Ой, маған, достар, страшно. Может быть, мен мұнда жалғыз өзім емес, тағы да біреу бар шығар мұнда. Окей, давайте көрейік. Чего? Опять скелет, да? Скелет шыңға тиді ғой адамды шошта беруге. Опять кітап, достар. Ну чё, не деп жазылып тұр кітапта? Сәлем, не понял. Сәлем, Диас, давай ойын ойнайық. Чего? Кім маған сәлем деп тұрған? Аңғараңыздар, достар, мұнда біреу маған сәлем деп тұр. И вообще, кім маған сәлем деп тұрған? Кім менің атымды білет? Қайдан білет адамды? Окей, оқи берек. Сәлем, Диас, давай ойын ойнайық. Бұл ойында саған жер астыдағы клеткадағы жительдарды құтқару керек. Құтқара алмасаң, сенің артындағы ТНТ-лар 5 секундтан кейін жарылады. Ойын басталды. Чего? Ойын басталды, достар. Вот мана астында ма? О, вот мне жительдар. Давайте, жительдар, тез. Шығыңдар. Тез. Давайте, кеттік. Қазір тендерлар жарылады. Давайте, артымнан жүріңдер, жительдар. Не. Ол, достар, қазір жарылады. Надеюсь, жительдар келе жатыр. Жоқ! Достар,
Вот это жесть болды. Қараңыздар, мен жительдарды құтқардым наконец. Вот это қиын ойын болды. Все нормально, жительдар, давайте кетіңдер мына жерден. Надеюсь, сендер өздеріңіздер тауып аласыздар. Қараңыздар, олардың киімдері ауыс кетті, кстати, киімдер. Давайте қашыңдар мына жерден. Надеюсь, сендер өздеріңіз тауып аласыздар. Өздеріңіз. Ал мен пока көре берейін, мұнда не бар екен. Давайте. Так, все, достар, мен жительдарға мына жерден қашыңдар деп айтқам, олар қашып кетті. Өздерінің ауыл деревняларыңды табуға. Олар, надеюсь, табатын шығар өздерінің деревняларын. Ал мен пока мына жерді көрейін. Вот это қиын болды ойын. А-ну-ка, давайте көрейік. Достар, қараңыздаршы, мұнда немене бар екен. Ой, мен құлап кеттім мұнда, достар. Просто бүкіл пещера жарылып кетті. Мұнда просто бүкіл пещера. И мен қалай шығам енді? Қалай шығам? Окей, придется былай шығуға. Былай. А-ну-ка, не. А-ну-ка, мен жетем бе? Не, жетпеймін. Придется верстак қоюға. Так, былай. Все, мен шықтым мына жерден. Так, енді көрейік, тағы да немене бар екен мұнда. Так, енді достар, мен, мына жерді көргім кеп тұр, мұнда не бар екен. Ну что ж, погнали. Так, а-ну-ка, может быть, мұнда бір нәрсе бар. Нет, мұнда тоже түкте жоқ. Достар, мен видеоны паузаға қойып, мен бүкіл жерді іздегем. И вообще, достар, бірде-бір жерде түкте жоқ, қараңыздар. Но комнатада, достар, походу секретный проход жоқ сияқты, походу. Окей, мен артқа қайтайын. Но мен, достар, білмеймін артқа қалай қайтатынды. Достар, қараңыздаршы, динамит просто даже мына жерге дейін жарылыпты ғой. Не, анжаққа құла кету, бұл просто конец болады. Енді қалай түсем мен? Окей, давайте мында секретки на яманы заделать етейік. Вот это, конечно, ужас болды, вот это. Окей, давайте заделать етейік, чтобы мында құла кетпеу үшін. Қараңыздар, вот ана жерде, достар, біз вроде как строиться еттік. Просто бүкіл подвалды жарып тастады. Окей, давайте хотя бы полды заделать етейік, чтобы астыға құла кетпеу үшін. Астыға құла кетсем, достар, бұл просто конец болады. А-ну-ка, может быть, мында секретный проход бар. Окей, давайте просто бүкіл жерді қаза берейік. Давайте іздейік секретный проходты. Не, мында да жоқ, мында да. Окей. Так, окей, давайте іздей берейік ары қарай. Так, все, достар, мен яманы вроде как жасаған сияқтымын. Так, окей, давайте жалғастырайық. Вот. Мен мына жерді уже заделать еткем. И давайте... Так, осталось, достар, последний ол мынау. Все, достар. Мен вроде заделать еткен сияқтым. А теперь давайте қаза берейік бүкіл жерді. И көрейік немене бар екен. Так. Мен құла кеттім, достар. Пипец, менде аппаз ақшан. Окей, достар, қазір мен үстіге көтерілінем қайтадан. И жалғастырам видеоны. Так, все, мен шыққан сияқтым. А теперь мына яманы заделать ету керек. И жалғастыру керек. Может быть, мында бір нәрсе бар. Достар, қараңыздар, мен тағы да секретный проход тауып алдым. Окей, давайте барайық. Мында не бар? Так, мен жерге қарап жүрейін. А то вдруг жерде тоже яма бар. Достар, қараңыздар, мында тағы да секретный проходы, тағы да есіктер. Мында опять железный есік. Железный. Окей. Так, мында кірейік. Ой, опять кітап. Опять кітап, достар. Интересно, немене бар мына кітапта? А-ну-ка, давайте көрейік. Так. Все алдым.
И мында достар орындық бар екен еще так же. И столдың үстінде кітап. А давайте оқиық. Мен бір нәрсе айтайын. Алдыдағы есікте сандықта блокты тез қазатын кирка бар. Ол киркамен жер астын қазу керек. Жер астыда үйлер бар. Ол үйлерде көп сокровище бар. Чего? Қайсы жер асты? Ну-ка, давайте. Мә, достар, қараңыздар. Мына алдыдағы есікте, короче, есіктер бар екен. Алдыдағы есікте супер кирка бар екен. Блокты тез қазатын. И маған, достар, жер астын қазу керек дағды. И оның астында, достар, үйлер бар какой-то. И үйдің астында сокровище. Ну, маған қалай пройти мына чертовы есікке? Так, мына что за табличка? Ну, екі есікті ашу үшін екі плиталар керек. Может быть, мында бар плита? Иә, достар, қараңыздар, ана жерде какой-то сандық непонятный. Может быть, ана сандықта кирка бар. Кирка деппін ғой, плита. Иә, достар, қараңыздар, мында сразу екі плита. Все, мен таптым. Екі плита, енді оны мында қою керек. Былай и былай. Все. Так, енді давайте көрейік. Вот мына сандықта болуы мүмкін. Иә, достар, қараңыздар, шына блокты тез қазатын кирка екен ғой. Мә, достар, қараңыздар. Вот это күшті. И маған, достар, осы киркамен жер астын қазу керек. И жер астында үйлер бар и сокровища. Но, надеюсь, оның астында ужасный нәрселер жоқ. Ужасный. Так, ладно, достар, давайте осы видеоны заканчивать етейік. Если сендерге осы видео ұнаса, лайк басыңыздар, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Арнаға тіркелмегендер обязательно тіркеліңіздер. YouTube каналымдағы арнағам. И все, всем пока, достар. 3-ші бөлім 100 лайктан кейін болады. Конец.